Еңбек жолын ұстаздық етуден бастап, совхоз басшылығына дейін көтерілген Сағидолла Ғаббасұлы 40 жыл елдің қарыштап дамып, өркендеп өсу үшін аянбай тер төккен азамат. Мемлекетіміздің тәуелсіздік алғанға дейінгі жылдармен егемендік алып еңсені тіктеген сәттерінің куәгері болған еңбек ардагері ел ішінде болып жатқан өзгерістерге оң баға беріп отыр. Оның ендігі тілегі ел басқаруға келер жаңа басшы осы бағытты жалғастырып, мемлекет дамуына жақсы өзгерістер әкелсе, қарттарға жасалар қамқорлығын арттырса дейді. 45-50 жас өмір жұмыс жасап, әбден елімізге күшімізді беріп шыққан адамдармыз ғой, арамызда әртүрлі адамдар бар. Соларға денсаулығына қарап, көмек жасап, емдеуіне, тегін емдеуіне, жылына бір рет санаторий, курорттарға жіберіп отырып, оның үстіне қоса ауырып қалған кезде өте қымбатты емдер болады, диагностикалары, соған жәрдем берсе. Неге десеңіз, мына біздің ақсақалдарымыз, өзім ардагерлер кеңесінде істеп жатқаннан кейін білем, бізге қарап, біздің балаларымыз, біздің немелеріміз ойланады. Біз енді дұрыс жұмыс істеп, бар күшімізді мемлекетке берсек, болашақта бізге де осылай мемлекетке қарап, түбінде соңыра жасымыз келгенде бізді қолдайды деп ойлайды. Жас кезінен еңбекке бірдей араласып, 5 баланы тәрбиелеген Бахралиновтар әулетінде жақсы білім алып, адал қызмет жасау басты талап саналады. Зейнеттік демалысын немере бағып, үй шаруасына арнаған отанасы ел ішіндегі өзгерістер мемлекеттің жақсы жағынан дамып, жетілуіне септігін тигізсе деген пікірде. Өміріміз одан да жақсы болады деп, Қазақстанымыз гүлденіп ары қарай келешек өсіп келе жатқан бала шағаларымыз кәдімгідей маңызды өмір сүріп өсетін болады деп есептейміз. Тыныштық болсын деп. Елдегі тыныштықты тәуелсіздіктің негізі деп білетін ардагерлер алдағы маңызды шара сайлауға ел болып қатысып, ат салсақ дейді. Өйткені бұл мемлекеттің болашағы үшін маңызды қадам, ашық таңдау жасайтын сәт.